Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи шын мәнінде баланы, шаңырақта өскен баланы біз өкінішке орай кей жағдайда кейде біз әдет бар бізде, баламызды сүймейміз, сүйіп мейірімділік танытпаймыз, бір ойлаймыз, бір сүйіп атсам баласын бірдеңке болып қалады деп. Бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сұрайды, бір бәдәуи 10 баласы бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасына келіп таң қалады да кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи немерелерін құшақтап сүйіп жатыр. Кісі айтады, пайғамбар ғой бұл дейді. Алланың елшісі дейді. Мен 10 балам бар дейді. Әлі сол біреуінің маңдайынан иіскеп сүйіп көрмеппін дейді. Сөзі пайғамбарымыз айтады, Құдай тағала, сенің жүрегіңнен мейірімді алып қойса, мен не істей аламын дейді. Өйткені басқа бір хадисте айтады, ла тунзаур рахма илля мин шақийин дейді. Алланың рахымы тек бақытсыз адамның жүрегінен ғана алынып қойған дейді. Бақытсыз адам ғана, сор маңдай ғана мейірімсіз болады дейді. Мұсылман мейірімсіз бола алмайды дейді. Бірінші кезекте шаңырағымызда егер біз мейірім көрсетпесек, ол мейірімді сырттан іздейді, басқалардан іздейді. Негізі адамның мейірімге бөленетін, шуаққа бөленетін ең жақсы ортасы шаңырағы отбасы болу керек. Сол үшін бірінші кезекте біз баламызды жақсы көруді үйренуіміз керек. Намыстанбаңыздар, балаңыздың бетінен сүйіп, маңдайынан сипағанда намыс емес қой. Пайғамбар өзі жасап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар таң қалады ғой, Расулалла, құтпа айтып тұрған кезде, мына Димаш имам құтпа айтып тұрса, ана жақта кішкентай баласы жүгіріп келе жатса, құтпаны бөле ала ма имам? Бөле алмайды ғой, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады да, құтпа айтып тұр дейді жамағатқа. Ана жерде кішкентай баласы жүгіріп келіп шағын құлап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи құтпасын тастап, немересін алып келіп, тізесіне отырысып қойып, ары қарай жалғастырып жатыр дейді. Намаз оқып тұрса, иығына Усама бір кезде иығына мінгізіп қояды, сәждеге қарай қайтадан иығына алады, сәждеде тұрады. Бала махаббатпен өсіп жатыр да, Құдайға деген махаббатпен, мешітке деген тәрбиемен, біз баланы мешітке кіргізбейміз ғой, шулайды, алып кет ана балаңды. Олар сондай Аллаға деген махаббатпен өсіп жатыр. Сондықтан бірінші кезекте баланы тәрбиелеудің жолдары өте көп қой. Сондықтан бірінші кезекте ата-ана өзі үлгі болып шын мәнінде көрсету керек. Сол үшін Құранда айтқандай, өздерің істемейтін нәрсені өзгеден талап етпеңдер деген аятқа соның ескертуіне ұшырап қалмау үшін не істеуіміз керек? Бірінші кезекте өзіміз, балам темекі шекпе. Өзің мына қолыңда насыбай, мына қолыңда темекі. Балам темекі шекпе, ол жаман болады, жаман болады. Жаман болса, көкем, мен сені жақсы көремін, сен секілді болғым келеді десе, мен секілді болмай, балам, жақсы емес бұл деп қойсаң, жақсысың ғой, нормально жүрсің ғой деп қойса, болады. Ол бізге қарап өседі ғой, бізге қарап еліктейді. Сондықтан да кішкентай кезден баланың 5-6-ға дейін тәрбиелеу керек екен. Негізі 5-6-тан кейін тәрбиелей алады деп әуре болмаңыздар. Негізі адамның санасы бар ғой. 8-9 жасқа шейін уже негізгі қабілеттері, қасиеттері 8-9 жасқа шейін қалыптасып қояды. Одан кейін де ары қарай 75% қалыптасып қояды, 25% ары қарай кейін өзі оқиды, жақсы ұстазға барады, жақсы білім алады, сөйтіп жетіледі. Бірақ мына 75% кейін үлкен жасқа барған тәрбиелеп алам деп жүріп кешігіп қалмайық, құрметті ағайын. Сондықтан намаздың уақыты жақындап қалды, уақытта болып қалды. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ал-ақибату лил-муттақин. Ассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Алхамдулиллахи раббил.